Сәлеметсіз ме балалар, бүгін 106 сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Ғарыш кері мен елдің осы шақ мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтаймын, етістікті осы шақта қолдана аламын. 7-ші жаттығу, өлеңді оқы. Табамын жерден керегін, аспанда зулап келемін, аспанмен жерді жалғаған, шарықта көкте өлеңім, биіктен туды көремін, өрелі менің өз елім, еңсесі биік ағорда, еңкейіп кіріп келемін, шаңырақ мынау шалқыған, ұрпағым жүрер айтып ән, елтаңба тұрар ескертіп, айналайын халқымнан. Өлеңге ат қой. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Өлеңге туған өлке деген атау беруге болады. Өлең көк байрағы желбіреген тәуелсіз елімізге ғарышкердің ыстық сезімі туралы. Қарамен жазылған сөздерге назар аудар. Қай кезде орындалып тұрған қимылды білдіріп тұр. Қарамен жазылған сөздер: зулап келемін, еңкейіп кіріп келемін, осы шақта тұр, көремін, келер шақта тұр. Осы шақ етістіктер іс-әрекеттің қазір болып жатқанын білдіреді. Мысалы, көріп отыр, өсіп тұр. Осы шақ етістіктер: не істеп отырмын, жатырмын, тұрмын, жүрмін. Не істеп отырсың, жатырсың, тұрсың, жүрсің. Не істеп отыр, жатыр, тұр, жүр деген сұрақтарға жауап береді. 8-ші жаттығу, берілген сөздерді пайдаланып, сөйлем құрап оқы. Етістікті тауып, оларға сұрақ қой. Етістіктердің қашан болған істі білдіріп тұрғанын айт. Кестеге назар аудар. Жекеше түрде және көпше түрде берілген. Мен жүрмін, сен жүрсің, сіз жүрсіз, ол жүр, біз жүрміз, сендер жүрсіңдер, сіздер жүрсіздер, олар жүр. Түбір етістік жүр сөзі. Бұл сөйлемдердің барлығы да осы шақта айтылып тұр. Себебі дәл қазіргі уақытта болып жатырған іс-әрекетті білдіреді. 9-ші жаттығу, берілген сызбаға сәйкес сөйлемдер құрап жаз. Қыран аспанда қалықтап ұшып жүр. Көктем келгендіктен қысқы киімдерді жинап жатырмын. Ажар оқулықтан тақпақ жаттап отыр. 10-шы жаттығу, жұмбақты оқып, шешуін тап. Көк қарбызым қойған жерде биік тұр, сол қарбызға бүкіл әлем сыйып тұр. Жұмбақтың жауабы әрине глобус. Етістіктің қай шақта, қай жақта тұрғанын айт. Етістік тұр сөзі 3-ші жақта, осы шақта тұр. Жұмбақтың шешуіндегі сөз туралы не білесің? Глобус дегеніміз жер шарының кішірейтілген моделі, кішірейтіліп көрсетілген жер шарының кескіні, көрнекі құрал. 11-ші жаттығу, сурет бойынша әңгіме құра. Менің түсім, ұйықтасам керемет түс көре бастаймын. Осы жолы ғарышта екенмін. Қасыма Ержан мен Арланды да ала барған екенмін. Ержан ғарыш кемесін жүргізуді кітаптан оқып отыр. Арлан екеуміз кеңістікте қалықтап ұшып жүрген заттарға қарап, мәз болып қызықтап жүрміз. Кейде осы түстерім орындалып кетсе екен деп тілеп қоямын. Мүмкін орындалып қалар. Осымен сабақ аяқталды. Сабақ пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.